Шәмшінің әндері үшін 3 айда небәрі 22 000 теңге авторлық сыйақы төленген. Қазақ вальсы королінің еңбегі осыншалықта арзан бағаланып отырғаны депутаттардың шамына тиді. Халық әніне айналған шығармалардың пайдасын танымал композитордың ұрпағы емес, авторлық қоғамдар көріп отыр. Авторлық құқық мәселесі көтерілген мәжіліс отырысынан Гүлвира Сейтенованың материалы. Авторлық қоғамдар миллиардтап ақша тауып жатыр, бірақ авторға тыйын төленеді. Бұл қалай деген депутаттар бүгін мәжіліс отырысында әділет министрінің сұрақтың астына алды. Депутат Нартай Сәрсенғалиевтің айтуынша 2023 жылы ұжымдық авторлық басқару ұйымдарына 1,5 миллиард теңге кіріс түскен, соның 439 миллион теңгесі ғана авторлардың қолына тиіпті. Шәмші Қалдаяқовтың 55 әнін орындаған үшін авторлық қоғамдар 3 айда Қалдаяқовтың ұрпағына 22 000 теңге төлеген. Қазір ол сума 18 000-ға түсіп кетті 3 айда. Сондықтан дәл осы заңсыздықты қашан реттейсіз? Авторлық қоғамдарда тәртіп орнататын кез келді, мұнда ақша ұрлау дерегі бар екені айдан анық. Әйтпесе 1,5 миллиард теңгенің 1 миллиарды кімнің қалтасына кетті? Оларды қашан тексересіңдер деп депутат Бақытжан Базарбек сұрады. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев авторлық қоғамдардың кірісі туралы ақпаратты бүгін ғана алғанын айтып, мәжіліс отырысынан кейін барлық деректі құқық қорғау органдарына жолдаймын деді. Нужна цифровизация этой отрасли. Саланы цифрландыру керек. Авторлар да, авторлық қоғам өкілдері де екі арадағы барлық келісім шартты цифрлық платформада жасау керек. Сонда ғана ақша айналымы ашық болады, бәрін көріп отырамыз. Цифрлық платформа күзде дайын болады деп ойлаймын. Ауыл партиясынан сайланған депутат Танас Баққожаев аграрлық сала ғалымдарының да өмір бойы сыйақысыз қалып жүргенін айтып дабыл қақты. Етті меринос малын тұқымын шығарған 8 авторға 1 тиын да төленбеген. Бір ғалым бір өнімді жасаған, авторы соның, бірақ енді ол өнімді сатқан институт 100 миллионнан аса кіріс тапқан. Енді ол 10 миллион теңге алуға құқылы, бірақ төлегені 500 000 теңге. 500 000 теңге. Енді қасында жүрген балалары, інілері, әріптестері, жастар соны көріп отырғанда ертең қалай ол? Менің интеллектуалдық еңбегім осылай бағаланса, мен не үшін істеуім керек деп ертең шетел асып кетеді ғой. Ал депутат Дәулет Мұқаевты әлеуметтік желілерден жоғалып, жақында қайта қосылған қазақ музыкасының тағдыры алаңдатты. Жағдай қайталанбай ма деп сұрады ол. Министр бұған ешқандай кепілдік бере алмаймын деді. Гүлвира Сейтенова, Нұрлан Әлмұхамбетов, 7-ші арна.